Армысыздар. Бүгін сіздерге ерекше бір әңгіме оқып беремін. Бұл оқиға жас келін Айсұлудың тағдыры жайлы. Ол күйеуін қатты жақсы көргенімен енесінің қыспағына төзуге тура келді. Бірақ шыдамның да шегі бар. Әңгімені бастамас бұрын сіздерден арнама жазылып пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Тәтті ұйқыда жатқан Айсұлу сыртқы есіктің қағысымен дір етіп оянды. Ол еріксіз жылы төсектен тұрып есікке қарай жүрді. «Неге сонша кешіктің?» деген қатты дауыс естілді. Бұл Күләш апай еді, Айсұлудың енесі. Ол ішке кіріп, қабағын түйіп, «Күйеуің әлде қашан жұмысқа кетті, ал сен ұйықтап жатырсың ба?» деді. «Түнде кеш жаттым», деді Айсұлу тыныш қана. «Ерте тұру оңай емес қой», деп іштей. Бірақ Күләш апай оның жауабына құлақ та аспады. Ас үйге өтіп, шәйнекке өзі су қойды. Айсұлу ауыр күрсінді. 3 жыл некеде болса да, енесіне әлі үйрене алар емес. Күләш апай қатты сөзді. Әрдайым мін табатын. Епсіз, шаруасыз, жөнді келін болмайсың, деген сөздер оған әбден таныс еді. Нұрлан Айсұлудың күйеуі. Анасын еш қашан тоқтатпайтын. «Анамның мінезі сондай, бәріне ренжи берме», деп қоя салатын. Бірақ Айсұлу үшін бұл сөздер жара секілді еді. Күләш апай күн сайын келіп үйден тамақ ішіп кететін. Кейде тоңазытқыштағыны да өзімен бірге әкететін. Айсұлу мұны байқатып айтса, Нұрлан одан да жеп алсын, пенсиясы кішкентай дейтін. Ал ең қиыны енесінің ұрлыққа жақын әдет еді. Айсұлудың киім-кешегі, ұсақ заттары біртіндеп жоғала беретін. Бірақ Нұрлан оған да сенбейтін. «Анамды ұры қылма», деп ашуланатын. Айсұлу өзіне айтылған ауыр сөздерден қажыса да үндемей қоятын. Бұрын жауап беретін, бірақ кейін түсінді. Енесімен дауласа берсе, бәрібір жеңілмейді. Бір күні Айсұлу ас үйде енесімен бетпе-бет отырды. Күләш апайды әдетінше сын айтты. «Сен үйде дұрыс жинамайсың, жұмыс істемейсің, ноутбуктың алдында сурет салып отырасың. Бұл жұмыс па өзі?» Айсұлу үндемей кофесін ішіп отыра берді. Бірақ бір сәт шыдай алмай, «Мен дизайнермін, бұл менің кәсібім», деді. «Дизайнер? Сенен бір қайыры бар деп ойлайсың ба? Жұмыс орныңда сені аяп ұстап отыр», деді енесі. Айсұлу орнынан тұрып бөлмесіне кіріп кетті. Ол ең тиімді қару үнсіздік екенін білді. Кешке жақын ас үйге шықса, енесі әлі отыр екен. Айсұлу өзіне жеңіл тамақ дайындап жеп алды. Сол кезде Күләш апай: «Ал менікі қайда?» деп шүйлікті. «Сіз дайындасаңыз, сонда болады», деді Айсұлу шыдай алмай. Енесінің беті ду ете қалды. «Сөйлейтін болдың ба? Сен маған әлі жауап бересің», деп айқайлап, есікті тарс жауып шығып кетті. Айсұлу біраздан соң залға кірсе, сөредегі кішкентай қорапшасы жоқ. Ішінде Нұрлан сыйлаған жүзігі бар еді. «Ол алып кетті», деді Айсұлу, жүрегі қақ айырылып. Дереу күйеуіне хабарласты. «Нұрлан, анаң менің жүзігімді алып кетті».
тағы да анамды кінәлайсың ба? Деп Нұрлан ашуланды. Өзің бірдеңе жоғалтқансың. Бірақ болды, кешке сөйлесеміз, анама жала шаба берме, деді де тұтқаны қоя салды. Айсұлу телефонға ұзақ қарап қалды. Ол маған сенбейді, ешқашан сенбейді деп ойлады. Сол сәтте жүрегінде бір шешім пісті. Ол бөлмесіне кіріп, чемодандарын алып шықты. Жүзіне жас үйірілсе де, қолы дірілдеген жоқ. Үстел үстіне қысқа ғана хат қалдырды. Нұрлан, мен кеттім. Өмірімді сенің анаңның қол астында сүргім келмейді. Сен маған сенбедің. Бар бақыт тілеймін, Айсұлу. Сол күні-ақ ол қаладағы басқа пәтерді тауып, жалға алып көшіп барды. Ал Нұрлан жұмыстан келіп бос үйді көргенде кеш болды. Қолындағы хатты оқып ұзақ отырды. Бірақ анасынан не болғанын сұраудың орнына бәрібір ашуын Айсұлуды айыптаумен шығарды. Күләш апай болса, келінінің кеткеніне іштей қуанды. Бірақ көп ұзамай ұлының өмірі қирай бастағанын көрді. Нұрлан ішімдікке салынып, жұмысынан айырылды. Ашуланса тіпті анасына, сенің кесіріңнен бәрі құлады, деп айқайлайтын болды. Ал үйдің іші қаңырап бос қалды. Айсұлу болса, жаңа өмірге қадам басты. Жаңа қалаға көшіп, жұмысын жалғастырды. Өз еңбегін бағалайтын адамдардың арасында жүрді. Ол біртіндеп, жанын емдеп, болашағына сеніммен қарай бастады. Мен өз бағамды білемін. Енді ешқашан өзімді қорлатпаймын. Өмірім жаңадан басталды, деді ол іштей күлімсіреп. Осылайша Айсұлудың жаңа өмірі басталды. Бірақ бұл оның хикаясының тек алғашқы бөлігі еді.